Алматы облысы, Талдықорған қаласы, нөмір 2 орта мектептің тарих пәнінің оқытушысы Иманалинова Гүлсім Рахметолдақызы. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз сақтар туралы тарихи мәліметтер. Зерттеу сұрағы: қандай дереккөздер сақтар туралы мәлімет береді? Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты: картадан тайпалық одақтардың орналасуын көрсету және ежелгі мемлекеттік бірлестіктердің құрылуын түсіндіру. Бұл сабақта біз сақ тайпаларына қатысты дереккөздер туралы білеміз және сақ тайпаларының қоныстануы туралы толықтай біле аламыз. Бүгінгі сабақтың кезеңдері: ой қозғау әдісі арқылы тақырыпты тауып, өз ойымызбен байланыстырамыз. Сақ тайпаларының орналасу территориясын картадан анықтап, кестеге белгілейміз. Және қорытынды кезеңде көне грек және ежелгі парсы деректерді ажыратып, кестеге түсіреміз. Балалар, бұл суретте не көріп тұрсыздар? Және бұл сурет бүгінгі сабақ тақырыбымен байланыса ма? Қане, ой қозғайықшы? Әрине, дұрыс ойлайсыздар. Бұл сақ тайпаларының әйгілі әйел патшайымы Тұмар патшайым ғой, және сақ тайпаларының аты аңызға айналған патшасы. Сақтар туралы тарихи мәліметтерге балалар енді зерттеу жүргізейік. Назарларыңызға бейнефильм ұсынамын. Ал парсы деректері сақтар туралы не дейді? Парсы сарайында тұрған грек тарихшысы Ксенофонт парсы патшасы әр елден келген салтаттылардың жарысын ұйымдастырды. Жарыс жолының ұзындығы 5 шақырымнан асады және осы жарыста сақ жігіті жеңіске жетті деп сақтардың ерекшелігін сипаттаған. Ксенофонт ежелгі грек жазушысы, тарихшы, ол Сократтың шәкірттерінің бірі. Бұл тайпалар жайлы мәліметті Страбон еңбектерінен де табуға болады. Ертедегі грек географы әрі тарихшысы, география еңбегінің авторы Страбон Каспий теңізінің шығысына қарай тұратындарды массагеттер мен сақтар деп атады. Ол сақ тайпалары туралы садақ пен қылыш және қола балталармен қаруланып сауыт киген, сақтар ақ көңіл, уәдеге берік халық деп жазған. Ол сақтардың Шірік Рабат, Бәбіш Молда, Баланды қалалары туралы жазып қалдырған. Страбон ежелгі грек географы, тарихшысы. Греция, Кіші Азия, Италия және Египетке саяхат жасаған. Ол тарихи жазбалардың және 17 кітаптан тұратын география атты еңбектің авторы. Ктеси, сақ әйелдері ер жүрек келеді, соғыс қаупі төнсе, ерлеріне көмектеседі деп баяндаған. Балалар, енді сақтар туралы тарихи мәліметтерге зерттеу жүргізейік. Сақтарға қатысты ең көне деректер біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдыққа жатады. Сақтар туралы деректер көбінде грек және Рим авторларының еңбектерінде жиі кездеседі. Мәселен, Полиен, Ариан, Диодор, Плиний, Ктеси, Помпей Трок, Птоломей, Страбон сақтар туралы кеңірек мәлімет қалдырған. Сақ бірлестіктер туралы жазба деректерді біз екіге бөлеміз. Біріншіден, гректердің жазба деректері, бұған Геродоттың, Ксенофон және Птоломейдің еңбектерін жатқыза аламыз. Екіншіден, парсылардың сына жазулары, бұған Бихустин сына жазуын жатқызамыз. Ежелгі грек тарихшылары сақтар туралы дұшпанға қатал, досқа адал және әлемдегі ең әділ, ең шыншыл халық деген жазбалар қалдырған. Олар сақ тайпалары туралы, олардың жерлеу салттары, әдет-ғұрыптары мен күнделікті тұрмысы ұқсас болған деп жазып кеткен. Гректер сақтарды азиялық скифтер деп атаған. Мәселен, грек авторы Геродот сақтарды массагеттер деп атады. Геродот жазбаларында сақтар қыс кезінде ағаш үйлерде тұрды және сақтардың киімі мен өмір сүру дағдысы скифтерге ұқсас деп жазған. Ол сақ жеріндегі парсы патшасы Кирдің жеңілісі туралы кеңірек дерек қалдырды. Ал ертеде грек географы әрі тарихшысы, география еңбегінің авторы Страбонның мәліметіне қарағанда, Каспий теңізінің шығысына қарай массагеттер мен сақтар тұрды. Сақтарды садақ пен қылыш
және қола балталармен қаруланып, сауыт киген деп сипаттады. Сонымен бірге сақтар ақ көңіл, уәдеге берік халық деп жазды. Ол сақтардың Шірік-Рабат, Бәбіш молда, Баланды қалалар туралы кеңірек деректер жазып қалдырған. Ал грек тарихшысы Ктеси болса, сақ әйелдері ержүрек келеді, соғыс қаупі төнсе, ерлеріне көмектеседі деп баяндаған болатын. Ал балалар, енді сақ тайпалары қай жерлерді мекендеді? Соған тоқталып кетейік. Қазіргі ғалымдар парсы және грек деректерінің негізінде сақ тайпаларының аттары мен олардың қоныстанған жерлер туралы болжам жасайды. Осыған сәйкес сақтардың бір тайпасы Жетісу өңірінде қоныстанған. Оларды парсылар шошақ бөрі киетін, яғни тиграхалда сақтары деп атаған. Ал екінші бір тайпасы Арал маңын мекендеген. Деректерде оларды теңіздің арғы жағындағы Парадарая сақтар деп атаған. Ал үшінші топқа Хаома-Варга сақтары. Олардың оңтүстікке қарай өмір сүргендігін атап кетеді. Олардың атауы Хаома сусынын дайындағанына байланысты деген жорамал бар. Грек авторларының еңбектерінде парсы деректерінде кездеспейтін сақ тайпаларды аталады. Олар Массагет тайпалары, Аргипилер, Аримаспылар, Исидондар және Сарматтар. Сақтар біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықта сонау Орта Азия мен Қазақстан, Шығыс Түркістан аумағын мекен еткен ежелгі тайпа. Балалар, енді бүгінгі тақырып бойынша түсінгендеріңізді пысықтау үшін тапсырмаларға кезек берейік. Бірінші тапсырмада сақ тайпаларының орналасу территориясын анықтап, кестеге белгілеңіз. Жақсы балалар, тапсырманы дұрыс орындадыңыздар деген ойдамын. Екінші тапсырмада көне грек пен ежелгі парсы деректерді ажыратып, кестеге түсіріңіздер. Жазған жауаптарыңызды тексерсеңіздер болады. Дұрыс орындадыңыздар деген ойдамын. Қымбатты білім алушылар, бүгінгі сабағымызда сіздермен бірге біз сақ тайпаларына қатысты дереккөздер туралы, сақ тайпаларының қоныстануы туралы білдік және сақ қоғамымен кеңірек танысып кеттік. Ал балалар, бүгінгі тақырып бойынша берілетін оқу тапсырмасы сақтар туралы тарихи деректер талдай отырып, сақтардың өмір салты және дүние танымы туралы эссе жазу. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.